Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен 5-ші сыныптың тәжірибесін талқылайтын боламыз. Ағылшын тілінен сонымен каналға бірден тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бастадық. Бірінші тапсырмада сендерге былай айтады. Listen and match the people to the instruments they play. There are 2 extra instruments you don't need to use. Яғни, мына адамдардың есімдеріменен инструменттерді, музыкалық инструментті сәйкестендіресің, және де 2 инструмент артық дейді. Сонымен бізде Magic A болды, яғни электрик гитара болды. Leslie бізде G болады, мінекей ол синтезисте болады. Дэвид бізде F болады, ол бізде drums болады. Саймон бізде H болады, ол бас гитара. Лаура бізде E болады, violin. Және де Ann бізде C болады, ол flute. Яғни бізде гармоника менен B менен артық бізде D артық екен, көрінде ме? B менен D артық. Болды, арқай кеттік. Енді readingға келдік. Readingті сен оқып, мына жерді оқып, true false жасауын қажет. Оны бірге жасап көрейік міне. Griffins were most strong creatures. Яғни гриффиндер бізде ең мықты жануарлар дейді, ол true. One centaur became a star. Яғни бір кентавр жұлдызға айналды дейді, ол true. Unicorns had a horn on their back. Яғни мынау единорогтардың мүйізі артында дейді, ол бізде true болады. Арғай, all these animals were real. Мына жоғарыда айтылған жануарлардың бәрі шын өмірде бар дейді, ол әрине false болады. Chinese dragons had a tiger face. Қытай драконының беті жолбарыстың бетінде дейді, ол бізде әрине false болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді writing-ке келдік. Writing-те саған былай айтады. Write a short text about your favorite instrument. What is your favorite musical instrument? Why it's your favorite instrument? Do you have a favorite musician who plays this instrument? If yes, who is it? Дедім. Яғни өзіңнің сүйікті инструментің туралы жаз, неліктен ол сенің сүйікті инструменті, және де ол инструментте ойнайтын біреуді білесің бе, және сол туралы жаз дейді. Сонымен бастаймыз. Мен мына жерге жазып қойдым міне. My favorite, бірге бастап көрейік. My favorite musical instrument is dombra. It's a traditional Kazakh instrument with 2 strings. The dombra has beautiful and unique sounds that reminds me Kazakh culture and history. Менің сүйікті музыкалық инструментім ол домбыра. Бұл қазақтың ұлттық музыкалық инструменті, 2 шекті. Домбыраның дауысы әдемі және де уникальный, яғни қайталанбас дейді. Және де онымен еске түсіреді қазақ мәдениетін және тарихын дейді. Екінші сұраққа жауап. I love dombra because it's an important part of our national heritage. It can be played fast and energetic or slow and emotional. Many cues, traditional melodies tell stories about nature, warriors and historical events дейді. Мен домбыраны жақсы көремін, өйткені ол біздің ұлттық мұрамыздың бір бөлік, маңызды бір бөлік секілді. Ол бізде тез болады, энергетик, энергияға толы болады, жай болады, және де эмоционалды болады дейді. Көптеген күйлер бізге айтады табиғат жайлы, жауынгерлер және де тарихи оқиғалар туралы айтады дейді. Арғай, 3-ші сұрақ. One of my favorite dombra players is Kurmangazi, a famous Kazakh composer. His most well-known cue is Aday, which is very powerful and dynamic. When I listen to it, I feel proud of my culture. Яғни менің сүйікті домбырашыларым бірі ол Құрманғазы. Ол қазақтың ұлттық композиторы. Оның ең атақты күйі ол Адай. Ол өте мықты және динамичный. Мен оны тыңдаған кезде өзімнің мәдениетіме мақтанып кетемін дейді. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді speaking сендерге былай айтады. Ask and answer the following question in pairs. Learners talk about art and music. Жалпы мына жерде балалар 8 сұраққа өзіңнің досыңмен бірге, жұбыңмен бірге жауап беріп, сұрақ қойып жауап бер дейді. Мен оның жауабын мына жерге жазып қойдым. Сонымен бірге қарап көрейік дейді. Бірінші оқушысы, do you like to visit art museums? Саған өнер музейлерін көрген ұнайды ма, немесе
музейлерін көрген ұнайды ма дейді. Yes, I do. Иә, маған ұнайды. I like paintings. Мен суреттерді жақсы көремін десем болады. Немесе I think they are boring. Жоқ, ұнамайды, мен оларды шыпсырарлық деп ойлаймын дейді. Екінші сұраққа келдік. Do you visit museums when you go to another city? Сен музейлерді көресің бе басқа қалаға барғанда дейді. Yes, sometimes, иә, кейде. No, I don't like museums. Жоқ, маған музейлер ұнамайды дейді. Екеуін біреуін таңдайсың. What is your favorite paintings? Маған ұнайды жұлдызды түн деген ойнайды. Маған сенің сүйікті нең қандай дейді. Суретің қандай? Маған ұнайды жұлдызды түн дейді. Ол өте әдемі. Менде ешқандай сүйікті сурет жоқ дейді. Do you like listen to music? Саған музыка тыңдаған ұнайды ма дейді. Yes, I love music. Иә, маған музыка ұнайды. Yes, I listen to music every day. Иә, мен күнде музыка тыңдаймын. What kind of music do you like? Саған қандай түрдегі музыка ұнайды? I like pop music. Маған поп музыка ұнайды. I like rock music. Маған рок музыка ұнайды. I like classical music. Классикалық музыка ұнайды дейді. Do you like to sing? Саған ән айтқан ұнайды ма? Yes, I like singing. No, I don't like singing. Иә, маған ұнайды, жоқ, маған ұнамайды дейді. Who is your favorite singer? Why do you like him, her? Сенің сүйікті әншің кім және де не үшін жақсы көресің дейді. My favorite singer is Beyonce. She has a strong voice. Мен сүйікті әншім ол Beyonce. Оның дауысы өте күшті дейді. I like Ed Sheeran because his song are beautiful. Маған Ed Sheeran ұнайды, өйткені оның әндері әдемі. Мына жерге Ed Sheeranның ойына Қайрат Нұртас десем болады. Beyonceның орнына Жанар Дугалова десем болады. Have you ever been in a concert to live show? Сен әйтеуір бір кезде қазірде немесе шынайы жанды дауыстағы шоуларда болдың ба дейді. Yes, I have, it was great. Иә, мен болдым, ол өте керемет. No, I haven't, but I want it. Жоқ, мен болмадым, бірақ барғым келеді дейді. Жалпы балалар мына жерде күте тұрыңдар. Мына жерде балалар өздеріне ұнаған жауапты таңдайсыңдар ғой. Сендерге болымды және болымсыз түрлерін беріп отыр. Сендер өздеріне ұнаған түрін таңдасаңдар болады. Мұны мынаған бірден түсіріп алсан болады. Дәл осы секілді жауап берсем болады. Мына жерде 8 сұрақ. Осы 8 сұраққа мен жауапты бердім. Каналға бірден тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Комментарийге рахмет әпкей деп жазып кет. Сені күтемін. Goodbye.